Сәлем. Бүгін мен үшін бір ерекше шығарылым болайын деп тұр, өйткені бүгін Стивен Спилбергтің туған күні, және соған орай Стивен Спилберг жайлы шығарылым жасағым келді. Негізі Стивен Спилбергтен Миратрикс арнасы басталу керек еді, бірақ ол кезде жаңағы кісінің үлкен тұлғаның жолын қараған кезде шығарылым жасауға дәтім бармады десек болады. Бүгін мені кішкене дәтім жетіп жатыр. Стивен Спилберг ұлы тұлға. Оның 30-дан астам фильмдері бар, оған қоса продюсерлік, анимациялық жобалары бар. Қаншама көмегі немесе ықпалы тиген жобалар бар. Оның барлығын бір шығарылымда түзу өте қиын, бірақ ең болмаса тырысып көрейік. Стивен Аллен Спилберг 1946 жылы еврейлер отбасында дүниеге келеді. Оның әкесі инженер, ал анасы пианист. Яғни әкесі техникалық таланты бар әкесінің, ал анасының өнерге деген құштарлығы бар, және бала сол ата-анасынан екеуінен де сол фишкаларын алып алған. Яғни ол кішкентайынан техникаға да қызыққан және өнерлі бала болған. Әрине, күндердің бір күнінде техника мен өнердің қатты үйлескен бір нүктесіне келіп жетеді ол, яғни кинотеатрға барады. Бірінші рет киноға барғанда Стивен пойыз апатын көріп қорқып кетеді. Кейінгі кезде болашақта фильмдерінен көрінетін белгісіз бір заттан, белгісіз бір құбылыстан қорқу деген тақырып әр киносында бар. Сол кинотеатрда туындайды-ау деймін. Өйткені ол кезде кішкентай Стивен кинотеатрды көрмеген, киноның әсерін білмейді. Бірінші рет келіп отыр, және оның көзінше апат отыр ана жерде. Содан бір қатты бір әсер алған-ау деймін. Әкесінің камерасына мамасынан берілген өнерді алғаш рет Стивен 12 жасында таспалайды. Ойыншықтарын жинап, балақай пойыз апаты деген фильм түсіреді. Оның үй ішіне ресми көрсетілімін ұйымдастырады даже. Осылайша Стивен көшіп қонып жүрген отбасыны кішкене өзінің көрсетілімдерімен біріктіреді. Және де осындай бір ритмде 20 шақты фильм түсіріп тастайды әкесінің камерасына. Содан бала бір затты түсінеді. Оның коммерциялық бір жилкасы бар екен. Өйткені ол фильмді түсіріп болғасын туыстарына, класстастарына барып көрсетеді, бірақ ол кәдімгі көрсетілім болады. Ол билетке ақша алады, сол көрсетілімге кіру үшін дегендей. Яғни өте дарынды кісі ғой. Ақшаға да құштарлығы бар, өнерге де құштарлығы бар, техникаға да құштарлығы бар. Мінсіз адам мынау. Ал әр сенбі сайын бала кинотеатрға барып, Годзилла секілді катастрофа фильмдерін көретін. Үнемі көшетін отбасыдан шыққан еврей баланы мектепте көп кететін, сыныптастары баланы қабылдамай буллинг көрсететін оған. Қысым көрген бала қиялында әр адамның мейірімділігіне сенетін. Тағы бір маңызды жайт, Стивеннің бірнеше туысы холокост құрбандары. Ал Стивен 19-ға келгенде оның ата-анасы ажырасып кетеді. Осы бір қарағанда рандомный фактілер қарапайым баланы төтенше жағдайға әкеп соғатын, және де Стивеннің кез келген 34 фильмдердің ішінде кез келгенін алып қарасаң, ол не туралы фильм? Ол қарапайым адамның төтенше жағдайда өмір сүруі, төтенше жағдайдан шығуы, былайша айтқанда. Және жаңағы ата-анасы ажырасып кеткен, ол да бір бөлек тақырып. Әр фильмінде әкесімен бір жіңішке бір линия бар кез келген фильмінде. Ол 70-ші жылдарда болған, 80-ші жылдарда болған, қазір де бар дегендей. Осындай бір случайности не случайно дейді ғой. То есть көптеген режиссерлер өмірінде орын алған заттардан құрастырылып, соны киноларына жібереді. Киноларында көрсетеді, и Стивен де ондайдан алшақтаған жоқ. Қызығы, Спилберг Аравиялық Лоуренс фильмін көргеннен соң режиссер боламын деп шешеді. Ал ол фильм қарапайым офицер-дипломат Томас Лоуренстің арабтар мен Осман империясына қарсы соғысы деген төтенше жағдайға түсуі туралы баяндайды. Бұл фильмнің шығуынан
Стивен Спилбергтің алғашқы режиссерлік жұмысына дейін бір мүшел өтеді, яғни 12 жыл. Осы 12 жылда Стивен киномектепке түсе алмай қалады 2 рет. Сосын әкесімен Лос-Анджелеске көшеді. Universal студиясына стажер болады да, кішкене теледидарға арналған 1-2 фильм түсіреді. Оның ішінде мысалы әйгілі Коломбо деген сериалдың бір сериясын түсіреді екен. Стивен тәжірибе жинап жүргенде Голливудта өзгереді. Клеопатра туралы шығарылымда айтқанымдай 1960 жылдар вестерн, пеплум секілді жанрларды өзімен бірге алып кетеді. Өйткені смокинг киген, өмірді ерекше сезетін андай драматургтардың орнын сақалы өсіп кеткен свитер киіп алған жігіттер басады. Олар Стивен Спилберг, Коппола, Скорсезе, Джордж Лукас, ол 4-еу дос кәдімгідей. Сөйтіп, олар вестерндар мен пеплумдарда өскенімен, кішкентайынан сол киноны қарағанымен, өздері басқа жанрларда өздерін іздейді, және көбінесе бір шағын драмаларда іздейді. Және сол 4-тіктің ішінде Стивен ең бір жанрға тоймайтын біреу болып шығады. Спилбергтің тұңғыш фильмі де драма негізі. 1974 жылғы Шугарланд экспресі. 28 жасар режиссер есейгенімен бала күнгі әдетінен арылмай бірден Канн фестивалінің сыйлығын ап кетеді. Кішкентайында сол 20 фильмді түсірген кезде Стивен үнемі бір шағын бір конкурстарды ұтатын. Үздік фотосурет, үздік бір кино деген сияқты. Мектепте жаңа грамота береді, сондай заттар. Шугарланд экспресі үлкен бір тарихи фильм болмаса да, онда бір тарихи оқиға орын алды. Тура осы кинода Стивен Спилберг Джон Уильямс деген композитормен танысады. Ол екеуі 29 фильм бірге түсіреді, бірге жасайды. 34 фильмнің 29-ында Джон Уильямстың музыкасы ойнайды. Ойлап көрсеңізші, яғни Уильямсыз 5-ақ кино жасаған Стивен мырза. Олар ымырт аймағы, алқаптардың күлгін гүлдері, шпион көпірі, бірінші ойыншы дайын бол және West Side оқиғасы. Бұл екі даналықтың бірге жасаған келесі жұмысы-ақ 1975 жылғы Жақтар фильмі. Киноны өзгертті, мәңгіге өзгертті, өйткені Жақтар фильмі тұңғыш жазғы блокбастер тарихтағы. Оған дейін жазда ірі фильм шығармайтын, өйткені жазда көрерменді кинотеатрға кіргізе алмайсың. Жақтардан кейін бәрі өзгерді. Оған қоса үлкен акула тарихта $100 миллион астам пайда жинаған тұңғыш кино болып шықты. Түсірілім кезінде ана жаңағы механикалық акула, ол кезде компьютермен сала алмаған ондай заттарды. Механикалық акула сына берген, және оны көп көрсете алмаған режиссер. Сөйтіп Спилберг өзінің бір фишкасын ойлап тапты, жаңағы белгісіздіктен қорқып қалатын адамдарды көрсетті. Ол неден қорқып атқанын кейін бір көрсететін, сондай бір фишкасын тауып алады. Және де сол фишкасына әп-әдемі бір үйлесімді дүние жасаған Джон Уильямс, ол 2 нотадан өте мықты жаңағы акуланың темасын жазады. Сен қорқып қалған адамды көресің, жаңағы 2 нотаны естисің да, мына жақта бір что-то страшно бір нәрсе болып жатыр деп ойлайсың. Өте күшті жасалған зат. Кәдімгі тарихқа кірді, сол еніп кетті кино тарихына. Әрине, Жақтарда Спилбергтің кішкентай кезінде тамашалаған сүйікті фильмдерінің бірі Годзилланы кішкене сезсең болады. Өйткені ірі бір жәндік, одан бәрі қорқады, оны қалай жеңуге болатын түсініксіз. Ірі жәндікке қарсы шығатын 3 кейіпкер идеясын 1993 жылы Стивен Юра дәуірінің саябағында да қолданады. Ол да үлкен хитке, тіпті франшизаға айналады. Ақырында Спилберг 6 фильмнің 2-еуін түсіреді. 1977 жылы Спилберг жаңа ғылыми фантастикаға қызығады да 3-ші деңгейдегі жақын қатынастар деген фильм шығарады. Онысы үлкен хитке айналады. Ол үшін көптеген ғалымдармен сөйлеседі Стивен. Өте бір мықты кино жасайды. Тағы бір қызықты факт, жаңағы ғылыми фантастика туралы. Стивен Спилберг 77 жылы сол шығармас бұрын несін
үшінші деңгейдегі жақын қатынастарын. Досы Джордж Лукаспен кездеседі. Джордж Лукас айтады, мен жұлдыздар соғысы деген бір зат түсірдім, что-то сказка болып кетіп жатыр дейді да. Сөйтсе Спилберг айтады, кән көрсетші дейді. Екеуі көреді. Ана киноны да көреді, мына киноны да көреді. Сөйтіп Спилберг айтады, блин, менің кином шығады, я мүмкін осы жылдың үздік киноларының ішінде тізімінде орын алатын шығар. Бірақ сенің киноң мәңгілікке үлкен бір франшизаға айналып алады дейді. Джордж Лукас оған сенбейді, өтірік айтып жатсың деп. Сөйтіп екеуі келіседі. Давай, мен бірнеше процент сенің жаңағы фильміңнен алам, сен менің фильмімнен бірнеше процент аласың деп. Әрине, жұлдыздар соғысы әлі де сол бірнеше процент әкеліп жатыр Спилбергке. Хотя Спилбергтің ол фильмге қатысы жоқ. Жылқысы бар ғой, жылқысы бар. Бірақ бұл жанрда Стивеннің ең мықты жұмысы 5 жылдан кейін 1982 жылы шығады. Ол әрине E.T., яғни инопланетянин. E.T., яғни инопланетянин 10,5 миллион долларға түсірілген культ кино. 10 миллионның үлкен бөлігі инопланетяниннің өзін жасауға кетті. Ақыры фильм 2 алтын глобуспен 663 миллион долларға ие болды. Қызығы, Стивен Спилберг E.T.дің сценарийін қасына сценаристі отырғызып қойып, тура Индиана Джонстың түсірілімінде ана сценаристке не болатынын айтып отырған. Индиана Джонстың түсірілімінде сценарист неғып жүр дейсіздер ғой. E.T.дің сценаристі ол Харрисон Фордтың әйелі болған. Ал Харрисон Форд сол Индиана Джонсты ойнайды. Яғни күйеуі киноға түсіп жатыр, мына режиссермен бұлар сценарий жазып жатыр. Осылайша мүмкін Стивен Спилберг кезінде бір жылда 2 кино шығаратын деңгейде болған. Анвар Маджановтан асатын кісі ғой. Индиана Джонстың да кино мен мәдениетте өзгерткені көп. Лара Крофт пен Натан Дрейк деген кейіпкерлердің пайда болуына ықпалын тигізіп, Мумия, ұлттық қазына секілді франшизаларға жол ашып берген өте бір мықты кино. Индиана франшизасының 4 фильмін түсірген, 5 фильмнің ішінде 4-еуін Стивен Спилберг түсірген, соңғысын 2008-де түсірді, қателеспесем. Жалпы Стивен Спилбергтің бір ерекшелігі кез келген жанрда мықты киносы бар. Мықты дегенде жай ғана күшті емес, бір тарихқа еніп кеткен киносы бар. Мүмкін сіз ғылыми фантастиканы ұнатпасаңыздар, Индиана Джонс сияқты саяхатты ұнатпасаңыздар, мүмкін сізге соғыс жайында кинолар ұнайтын шығар. Стивен Спилбергте 2 Оскар алып кеткен соғыс туралы кино бар. Олар Сарбас райында құтқару және Шиндлер тізімі. Керемет кино. Екеуі де Оскарға ие болған кино. Мюзикл керек пе? West Side оқиғасы бар. Комедия көремін десеңіздер, қолынан келсе мен ұста, немесе Терминал бар. Том Крузбен 2 sci-fi бар. Том Хэнкспен 1 емес 5 фильм бар. Жалпы Том Хэнксті былай қарасам, жаңағы төтенше жағдайдағы қарапайым адамды ойнауға прям идеально кеп тұрған кісі ғой. Таңғалмаймын, не үшін оларда 5 бірдей фильм бар. Спилбергтің жоғарыда айтып кеткенімдей 34 режиссерлік фильмнен басқа қаншама продюсерлік мысалы жобалары бар. Мысалы қара киімді адамдар, гейша мемуарлары және ең әйгілі продюсерлік жұмыс ретінде болашаққа оралуды айтсақ болады. Спилбергтің мықтылығы соншалықты, тіпті оның бас тартқан жобалары да классикаға айналып жатыр. 90-шы жылдары Стивен өрмекші адамды түсірмек еді. Алайда киноның құжаттары студиядан студияға көше бастады. Ақыры бұл фильмді Сэм Рэйми түсірді. Стивен Гарри Поттерді мультфильм қылмақшы болды. Жобадан шығып кетті. Джоан Роулингпен ұрысып. Интерстеллар мен Дюнадан бас тартты. Жұлдыздар соғысының 6-шы эпизодында Спилберг түсірмек еді. Алайда Джордж Лукас гильдиямен ұрысып кетіп, досын бұл жобаға шақыра алмады. Жалпы Стивен Спилберг киноның эволюциясының, яғни киноның дамуының бір тірі көрінісі деп ойлаймын өзім. Өйткені ол киноны түсіре бастаған кезде 70-ші жылдары кейбір жаңағы спецэффекттерді картоннан жасайтын мысалы. Сол кезден келе жатқан Стивен Спилберг әлі де мықты кино түсіріп жатыр. Жасы біразға келсе де. Қазіргі спецэффекттерден де бас тартпайды ол кісі. Бәрін түсінеді, бәрін сезеді, бәрін дұрыс қолдана біледі деген сияқты. Және тағы бір ерекшелігі Стивен Спилбергтің баладан кәріге дейін кез келген адам, кез келген жанрда
өзіне бір Стивен Спилбергтің сүйікті фильмін таба алады. Меніңше ол неден? Себебі неде? Басты себебі ол Стивен Спилберг кино түсірген кезде я техникалық тұрғыда мықты істей алады ол, я коммерциялық жилкасы бар, яғни андай хиттарды сезеді, потенциальный хиттерді. Дегенмен оның ең басты құралы кино түсіруде ол жан дүниемен қарапайым мейірімділігі бар адам туралы оқиғаны айтып беруде. Және соның киноларының басты ерекшелігі сол деп ойлаймын. Туған күніңізбен осымен тамамдалды бүгінгі шығарылым. Жақсы кино көріңіздер. Келесі көріскенше.